Баршаңызға сәлем достар, бүгін красный бархат пирожныйын даярлаймыз. Ол үшін бізге 180 грамм ұн, 3 грамм какао, 3-тен 2 шай қасық сода, 3-тен 2 шай қасық разрыхлитель, 150 грамм сахарная пудра, 90 грамм сары май, 140 грамм айран, 2 дана жұмыртқа, 1-1,5 шай қасық қызыл краситель қажет. Алдымен үй температурасындағы сары майға сахарная пудраны қосып, миксермен жақсылап араластырамыз. Сары майдың көлемі ұлғайып, түсі әппақ түске айналуы тиіс. Келесі кезекте жұмыртқаны біртіндеп қосамыз. Бір жұмыртқаны қосамыз. Содан соң миксермен жақсылап бір келкі болғанға дейін араластырамыз. Содан соң екінші жұмыртқаны қосып, тағы да миксермен жақсылап араластырамыз. Құрғақ заттарымыз ұн, сода, разрыхлитель, какао барлығын бір ыдысқа салып, венчикпен жақсылап араластырамыз. Айранға красный красительді қосып аламыз. Мен 1 шай қасық қостым. Егер красителіңіздің түсі қанық шықпаған жағдайда 1,5 шай қасық қоссаңыз болады. Содан соң осы айранымыздың бір бөлігін негізгі массаға құйып, оны венчикпен жақсылап араластырып аламыз. Құрғақ заттарымыз бен сұйық заттарымызды кезектестіріп отырып саламыз. Яғни құрғақ заттарымызды елеп отырып саламыз, содан соң миксермен жақсылап араластырамыз. Содан соң айранды құйып, содан соң қайттан құрғақ заттарымызды салып, оны тағы да миксермен араластырамыз. Өсімдік майын қосамыз, содан соң оны да жақсылап миксермен араластырамыз. Осылайша құрғақ заттарымыз мен сұйық заттарымыздың барлығын кезектестіріп отырып салып, миксермен жақсылап араластырып, бір келкі массаға айналдырамыз. Противеньнің үстіне пергамент қағазын немесе тефлоновый коврикті төсеп, осы дайын болған массамызды құйып, оны 4 бұрыштетіп жайып шығамыз. Бисквитті 180 градуста қызып тұрған пеште 15 минут пісіреміз. Барлығы сіздің пешіңізге байланысты. Бисквиттің піскенін міндетті түрде ағаш палочкамен тексеріңіздер. Крем үшін 170 грамм ақ шоколад, 300 грамм сливки 33% және 350 грамм творожный сыр қажет. Шоколад пен сливкиді қосып, оны газға қоямыз. Сливки аздап ысып, яғни шоколад барлығы еріп кеткен уақытта газды өшіреміз, бірақ сливкиді қайнатпаймыз. Шоколадты сливкимен жақсылап лопаткамен немесе погружной блендермен араластырамыз. Содан соң бетін жауып, кемінде 8 сағатқа холодильникке салып қоямыз. 8 сағаттан соң сливкиміз әбден қоюланғанша миксермен жақсылап араластырамыз. Сливкиге творожный сырды қосып, екеуін бір келкі массаға айналғанға дейін жақсылап миксермен араластырамыз. Осымен біздің өте нәзік, өте дәмді креміміз дайын болды. Бисквитіміздің жан-жағын барлығын 4 бұрышты етіп, түзулеп кесіп аламыз. Қиындыларын блендерден өткізіп, үгітіп дайындап қоямыз. Бисквитті бірдей 4 бөлікке бөліп аламыз. Содан соң вупи пайдың кішірек насадкасын салып, осы кремімізді жағып шығамыз. Кремні жағардың алдында малиновый пюремен пропитка жасасаңыздар болады. Ол осы тортымызға, яғни пирожныйымызға өте ерекше дәм береді.
Осылайша кремді жағардың алдында әр коржымызға пропитка жасап аламыз. Содан соң кремімізді жағып, барлығын тегістеп шығамыз. Жан-жағына жағылған кремнің барлығын шпательмен алып тастаймыз. Бисквиттен қалған қиындыларды блендерден өткізіп алып, осы пирожныйымыздың бетіне сүйіп шығамыз. Бізде бұл көлемнен 6 немесе 8 пирожный шығады. Малина пюресімен пропитка жасалған бұл пирожный өте ерекше дәмді болып шығады. Сондықтан міндетті түрде жасап, жақындарыңызды қуантыңыздар. Назарларыңызға рахмет.